Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы саяхатқа шығамын. Сан есім. Бүгінгі сабақта сөйлем ішінен сан есімді анықтай аламыз. Сан есімге қатысты жұмбақтар шешеміз. Сандарды сөзбен жазуды меңгереміз. 37-ші жаттығу. Өлеңді суреттегілердің атын қойып оқы. Бір дегенім бала, анасына еркелейтін дана. Екі дегенім ескек, ұстатты атам ес деп. Үш дегенім үйрек, көлде жүзер билеп. Төрт дегенім тас, әрдайым іш ас. Бес дегенім білім, білімді бол інім. Санамақты 10 санына дейін өздерің жалғастырып көріңдер. Мысалы, 6 дегенім. Әрі қарай қалай жалғастыруға болады? Өз беттерінше жалғастырып, өлеңді құрастырып көріңдер. Шығармашылық жұмыс. Балалар, бірінші суреттен қандай сандарды көріп тұрсыңдар? Яғни суретте қандай сандар жасырынып тұр? Сол сандарды тауып көріңдер. Және сол сандардың дара немесе күрделі екенін ажыратыңдар. Ал енді екінші суретке назар аударамыз. Екінші суретте бөлме көрсетілген. Бөлмеде бірнеше сандар жасырынып тұр. Қандай сандар жасырынып тұр? Жасырынған сандарды тауып, ұстаздарыңа кері байланыс жасаңдар. 40-шы жаттығу. Құрамында сан есімі бар сөздерді сөзбен жаз. Мысалы, бір саны. Сонда қандай сөз шығады? Бір, төрт пақ, сона. Әрі қарай сандарды қойып, өздерің сөздерді табыңдар. Жұмбақтарды оқып, шешуін табып керек. Шешуін бірге табайық. Тізбектелген көк үйлер, көшіп жүрген көп үйлер. Балалар, жұмбақтың шешуі не деп ойлайсыңдар? Әрине, ол поезд. Ұшып жүр күймелі, қалайы инелік. Жұмбақтың шешуі тік ұшақ. Қос қылышпен тіліп келеді, тілген сайын жүріп келеді. Бұл ұшақ. Оның қос қылышы, қос қанаты. Балалар, жұмбақтардың шешуіндегі көліктердің қайсысымен саяхаттауды ұнатасыңдар? Өз ойларыңды айтыңдар. Сиқырлы сандар. Сендер экраннан сиқырлы сандарды көріп тұрсыңдар. Сиқырлы саннан сайқымазақтың бейнесі жасалған. Балалар, сайқымазақтың бейнесінен қандай сандарды көріп тұрсыңдар? Сол сандарды тауып, сандардың дара немесе күрделі екенін ажыратыңдар. Сендер де осыған ұқсас сурет салып көріңдер. Қанекей балалар, сандардан тағы қандай сурет салуға болады? Салған суреттеріңді ұстаздарыңа жіберуді ұмытпаңдар. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.